Еркебұлан не істеп жатыр екен деген нәрсе қызық болып жатқан шығар сіздерге. Мен қазір жаңағы жекпе-жектен де маңызды жекпе-жек басталайын деп жатыр менде қазір. Бізде сағат 4:08-де біз аэропортқа барамыз. И 4 сағат мен қазір өз-өзіңмен жекпе-жек жасаймын. Ол қашан басталады? Осындай жеңіліс тапқан кезде. Неважно, ол бой болсын, басқа, любой адамда, бизнеста болсын, өмірде болсын, бір жеңіліс табасын. И сен жалғыз өзің қаласың да, келесің жалғыз өзің. И сол кезде сенде өз-өзіңмен жекпе-жек басталады. Вот сол жекпе-жекте ұтылмау керек. Өз-өзіңе ұтылмау керек. Ұтылып қалып ішіп кетіп, өз-өзін тастап, жұмысын бәрін тастап, семьяны тастап кетіп, ешкіммен сөйлеспей, араласпай, жабылып қалсаң, вот кеттің да сен өмірің құртылуы мүмкін. Жаңағы жекпе-жекте жеңілдім, біреу жеңеді, біреу жеңіледі. 50/50 всегда ондай вероятность болады. Ол жарайды, мына жерде сен жеңілуге не имеешь права, да, өмірде. Сен өз-өзіңе ұтылып қалсаң, болды, кеттің да. Соны айтқым келіп тұр. Қазір не істеп жатыр екен Еркебұлан? Мен өз-өзіммен жекпе-жек менде басталды қазір. Мен оны жеңіп шығуым керек. Мен сынбауым керек, ары қарай қозғалуым керек. Ада комменттарды оқып отырмын, пожеланияларды, дайрект бәрін оқып отырмын. Достар, рахмет. Мен жақсы көреді екенсіңдер, действительно жақсы көреді екенсіңдер. Мен де сендерді жақсы көрем. Мына жеңіліс біздің махаббатты арттырды. Мен ойлап жүретінім, мен ұтылып қалсам, басым атышады, үйдет жоқ. Бәрі қолдап жатыр, рахмет. Менің махаббатым сендерге деген артты. Достар, шулатамыз әлі.